Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Мінекей қасиетті Рамазанда тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Мінекей осы 30 күн оразаның ішінде ең қасиетті күн түн қадір түні басталды. Мінекей қазір ақшамнан бастап таң рауандағанға дейін періштелер үздіксіз түсіп, біздің дұға тілектерімізді Алла Тағала жеткізіп, Алламыз сөзсіз қабыл етеді екен. Ендеше біз осы кешкі сағат 20:00-ден түнгі сағат 24:00-ге дейін тікелей эфирде боламыз. Құрметті көрермендер, біздің жастар телеарнасымен бірге болыңыздар. Біздің бүгінгі бағдарламамызға әдеттегідей қазақта мақал бар. Жақсыдан шарапат дейді, батаменен ел көгерер дейді, жаңбырменен жер көгерер дейді. Біз қашанда үлкенді шақырып бата алудан бастаған қазақпыз. Ендеше алғашқы сөз кезегін біз бүткіл елге, бүткіл әлемге танымал осы індет бойында әр аптаның 3 күнінде бізге бағдарламаға қатысып ақ батасын беріп келе жатқан үздіксіз және осы ораза айы өте қайырымды, мейірімділік жасайтын уақыт қой. Бұл кісі тек ораза айында емес, 25 жыл қатарынан үздіксіз күні түні зағиптарға жәрдемші, яғни бұл кісіні жедел жәрдем дейді, скорый помощь дейді орысша айтқанда. Бұл кісі үздіксіз жәрдем жасап келе жатқан осындай біздің Қазақстанда бақытты қол бар. Басқа елде жоқ деп ойлаймын. Жыл 12 айда 365 күн бойы адамдарға жақсылық жасап көрсеңіз, ол да сізге Алла Тағаланың берген сыйы ғой. Ендеше осындай бақытты мұсылман 10 рет қатарынан қажылыққа барған, Мекке, Мәдина, Иерусалим, бүткіл әлемде, Европа, Азияны аралап келе жатқан Амантай қажы Асылбек ағамызға бүгінгі күні ақ батасымен осы кешкі қадір түні бағдарламасының беташарын жазсаңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Велхамдулиллахи раббил вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин аля асхабина ажмаин. Садақаллаху азим. Субханаллах вальхамдулиллах. Ла илаха иллаллах валлаху акбар. Аллаху акбар. Allah berenoluk. Allah всемогущ. Allah велик. O Қазағым, елім, жерім, Қазақстаным, дін исламдағы мұсылмандарым, бүкіл қазақстандықтар. Жаңа жұлдыз қарындасым Бенелла айналай жақсы айтты ғой. Оразадағы 30 күннің, ал енді мен қосатын 1000 күннің түннің, ең қадір түні, қасиетті түні ғой енді. Мына қадір түнінің алдында отырмыз, басталып отыр. Құдайым Алла Тағала маған сонда бұйырған екен бата беру. Мына елімізге, жерімізге, Қазақстанға гүлденіп ұлы иманды мемлекет болсын деп 30 жылдай ұрандап, Алланың бұйрығын ордып, ол Алланың парызы ғой, айналайындар. Мына халқым маған Алланың бұйрығымен, мына Олжас ағамыздың мына көмегімен бұл қандай қасиетті күндер болды мына ораза айында, оразаның алдында. Мына енді бұны айтпасақ тағы болмайды. Алла үшін айтып тұрмыз ғой. Мына еврейлердің мына юдейлердің мейрамын Месха дейді құттықтадық. Католиктердің Пасхасы құттықтадық. 20 сәуір, 29 сәуір күні православныйдың Пасхасы құттықтадық айналайын. Мына 24 сәуірден бастап Рамазан айы келіп Алла Тағала ораза қабыл болсын деп талай бата беріп жүрміз ғой. Тағы да бұны айтпасақ тағы болмайды. Бұны 17 мамыр күні, бүгін 19 ғой. Біздің енді мына екінші президентіміз, мына Қасым-Жомарт Тоқаевтың Алла Тағала қалай бұйырғаны қараңыз. Мен ешқандай жағымпаз ешкімге жасаған емеспін. Бірақ осындай халқымыздың екінші президенті қандай ұрандар салып отыр. Оны аталай айттық қой, иманды Қазақстан құрамыз деді. Оны біз 30 жыл ұрандап жүрміз. Құтты болсын Қасым-Жомарт Тоқаев, туған күніңіз 67-ге толдыңыз, құтты болсын. Елімізге, жерімізге, ана тілімізге, Қазақстан мемлекетті иманды болуына үлкен табыс, жеңіс тілеймізге Алла қолдасын. Оны кейін мына тағы да 18 күн Алла Тағала ғой. Дүниенің құрамасы, мына Алматы ақшамында жүр қазір. Олжас ағамыздың 84 жасқа толған күні, 18 мамыр, оны тағы айттық қой, сол күні міне 29 жыл толды. Бүгін халықтық, қазақтық, имандылық, ядроға апатқа қарсы
Батыл халық штабын құрылғанына аттан Қазақстанна 29 жыл болды. Ол аттаның айта берсек, дүниеде ту көтердік қой, ислам туынан енді. Қазақстан туын, бейбіт туын, имандылыққа шақырып, 30 жылдай жаңағы жұлдыз айтты, полигон сақыптарға қамқоршы болып. Ол арнайы айтып жүр, тағы болады. Ал енді бүгін, ой Алла тағала мына қадір түні кеп тұрған оның. Мына жұлдызы айналайын, бұл қандай жұлдызға рахмет айтпаса болмайды. Бұл Қазақстанда, талай айтып тұрмын ғой, қандай жаңалықтар болып жатыр. Оны біледі жаңа сенатор келді, Мәулен Әшімбаев тағы құттықтап отыр. Мына тікелей жастар каналы біздің Қасым Тоқаевтың үндеуімен, оның алдында бірінші президенттің үндеуімен үндеу салып, соны Жұлдыз Байнолла енді қазақша айтқанда жүргізуші, ұйымдастырушы біздің батамызбен енді Алланың қолдауымен осындай тікелей эфирге арнайы бата беріп, қадір түнде халқымызды имандылыққа шақырып, бейбітшілікке шақырып, тыныштыққа шақырып, Алла тағала қай жақты болса, Алла тағала барлық жақсымызды қазақ халқымызға елімізге берсін деп. Енді қазір сағат 17-те, 8-17-те ауылдашар болдық, сонда бата береміз ғой. Иә, батаны сол кезде бересіз. Енді мынау қадір түні болған соң, мынау қайырымдылық жасау жөнінде айтып өтсеңіз. Сіз қайырымдылық жасауды қалай өзіңізге сол идея қалай туындады? Айналайындар, міне бұны үлкен жақсы сұрақ. Мына полигонды жаптық қой, сонда полигон жапқанда менің қасыма біздің үйге енді көп зағиптар келеді ғой. 100% көздері көрмейді, таяғымен енді біз ұрандап шығып тұрмыз ғой. Олар естіп жатыр, біліп жатыр. Амантай аттан анағы жаңағы өтен тілектен айт. Сонда мен көрдім оларға қандай біз мемлекетіміз үкімет басшылары қарыздар екен. Оны кейін бұны мен анамнан үйренгем. Мені Құлсымас анам Көрікпел әулие бүгін келес, Шардара Жетісай осыны білетін. Түркібай деген батыр болған Қаракөсір руынан Қоңыраттан. Хорезмге барып, еліне 17 жасар кезінде, ол кезде жер бөледі ғой. Сол жерге ие болып, бостандық екен ғой өздерінше. Менің әжем Қабанбайдың батырдың туған немересі. Өте намазгер, өте байсалды адам еді. Ой, әжеміз ережем. 99-ға кеп қайсы болды. Менің өзім әкелерім, бабаларым намаздаға Мұхаммед Сұлтан оны керек басаты. Тұрсұқан бірінші аты. Ташкентте 4,5 ғасыр, 5 ғасыр бұрын Төлебиден, Айтекейден, Қазақ Қазбектен бұрын. Оның екінші аты имам жол, имам мемлекет құрамыз деген. Ташкентте билегенде Мұхаммед Сұлтан екінші аты. Сонылар уақыттар Алла қолдап, иманға келіп, мына зағиптарға полигон жабылған екен. Енді олардың айта берсек, Азамат Айтшанов айналайын. 7 жасынан, осы 1-2 жылдан кейін, 14 февраль күні, оның туған күні. Мына алысқа толады. 7 жастан көзі көрмейді. Семей полигонда туылған, Аягөзде. Адылғазы Мұрзақұлов деген, о да көп айналайын енді. Көрдің ғой, сен талай рет бірге болдың. Жалпы сөзіңіз берейін, зағиптардың арасында отыру. Жыл сайын Наурызда, Ораза айтта, Құрбан айтта, солардың арасында отырып Құдай тамақ береді. Барлық мейрамдарда. Иә, мерекелерде. Сонда сіз өзіңізді қалай сезінесіз? Кейбір екінің бірі ол жерде отыра алмайды ғой. Ой, айналайын, сен өте дұрыс нақылдың. Бірінші жылдары мен енді жаңа айтып отырмыз ғой, полигон аттаның басталғанда 29 жыл болды, полигонның жабылғаннан осы 29 жыл болады деген, тамыз айында. Мағанда жаңағы бірінші жылдар кеп жүрді ғой. Ас берем нағылап өте қиын болды. 3-4 жыл көтер алмай, оны хабарда мына Олжай Қайнар деген үлкен Қазақстан бағынан бастығы болды. Кім оның алдында Шарайнаның бастығы Тыныс Өтебаев деген. Бірақ тікелей эфир беріп, шақырып, қанша, ой, қазақ тілі, мына Сағат Әшімбаевты, ой, бәлісі жатып, жүгіріп, алтымнан қуып, Амантай, сен полигон жаптың, кел деп, өзі ауру. Бәлісі мен танымаймын оны. Сондай жігіттер бар. Соны жаңағы көңілім нағылып көтеремай жүрдім. Көзбен жасадым. Кейіннен көтергені кейін, олар орамдап, иманды Қазақстан құрамыз, мені қолдап, рахмет деп, полигон зағиптары, оның орыстар Мир Трутбай, Қажы Амантай деп, оны КТК
Sen şahmatı көрсетіп айттық қой, тағы талай айтамыз. Содан кейін мен қуаттанып, күшейіп, олармен қазір бір шаңырақта тұрғандай боламын мен. Бірге ас ішіп отырасыз. Үйіне барып, әрқайсының үйіне мен 10 рет бар десем, өтірік айтамын, 40 рет, 100 рет үйіне барып, жұлдыз сен де 3 рет бардың міне. Ана Сағила апам бар ғой енді, ой, сонда келіп отыр, олар қандай көздерін ағамды қинаса да олардың жүректері таза, ойлары. Мына Мархабет бауырымыз өліп кетті ғой, жала шығардым. Ona tağını Сәбежан, олар суреткен мен түсіріп, өздері плакат шығарып, менің амандай қажы, бізді имандет құрамыз, бізді алып жүріңіз деп Құранды ол үйде суреттім, сурет үйде бар. Өздері шығарады, өлең шығарады. Суретті жазып қойыпты ғой, Мир Трутмай, Қажы Амантай. Осы да жаңа эфирден айтқан айналайын. Мен тікелей эфирде орыс, оның алдында мына Надежда Гугля деген болады. Инвалидка. Мына полигонға шабуыл жасадық қой. Бұл тамыз айындағы бейбіт шеру полигонда Семейдің қызы, орыс қызы Надежда Гугля. Көзі көрмейді, инвалидка. Жас қыз, 25-тегі. Ой, енді оны сен енді жұлдыз мені олардың ағымда ала көтеріп шықтық қой. Сен өте қиын сұрақ беріп тұрсың. Мен бұны айтқанда бір ана тікелей эфирге көзімді сақтап, бұлай қазақша айтқанда бір сабырлыққа шақырып, имандылыққа өзімді мына халқымыз біздің бұл амантайға неге айқайлап кетеді, неге дауыс шығып кетеді. Мына зағиптарды көргенде, солардың қиналғанын көргенде, мына өкіметтің басшылары оларға көмектесуді, мына адам қиналып солардың ауырын мен өзіме алып шыққанда дауыс көтеріп кетеді екен. Солар үшін, иманым үшін. Оны айтпасам қарыз болып қалады. Енді айналайын, бүгін қадір түні. Бүгін арнайы жаңағы айтатын уағызамыз бар. Бірінші жаңағы бұл ұлы пайғамбардың 20 жыл Құран түседі ғой, 20 жылда. 6666 аят келген айынан басталған ай осы Рамазан қадір түнінен. Бірінші жаңағы оны айтып керек. Икро, бисмилла, рабика, лаз, халака. Оқы. Алланың атымен пайғамбарға. Сол оқыны біздің әдім Владимир Ленин, осы айтайық, великий антихрист, безбожник, бірақ он принял ислам, принял наши пророка, осы айтқан кешір, қалай өсетін керек қой. Оқы. Ол пайғамбардың аянмен алған аяттары бірінші аяты. Оқы, және оқы деп өзгертті ғой оқысы. Да, оқысы оқымайды ғой да. Икро, бисмилля, рабика, лазым, халака. Міне, 6606 аят. 6666 аят. 114 сұра. 114 сүре. Сұра міне. 30 бөлім. Мен енді бұны айтып отырмын, мен соның өзі Алла тағала маған қуат беріп 92 жылы аянмен бірінші рет Меккеге 49 адам. Оны Москвадан аламыз виза, барып ұшып. Ой, Москваның елшілері әлі есімде Абдул Азиз Әл-Қақтани деген елшісі. Ол 92 жыл болады. Онда Қазақстанда елші жоқ. Келгенде жаңа паспорттармен жүгіріп, ақыран сайты жүгіріп шығып, Қазақстаннан келді бай, Қазақстан. Рәтбек қажды біледі екен, Рәтбек бар, қанша адам деді. Мені 49 адам. Ой, фрай Алла тағала, мен Саудия елшісінің басты ғой. Меккеге телефон соғам, сіздерді қашасын деді ғой. Келіп отырып, жаңағы шайын беріп, нағылып, сұрап, қаяқта шықтым. Ана ақыранда татарлар бар екен. Олар әңгіме қылып, бұл Қазақстан ешкім келмейді деді. Бұл қандай екен, дауысы қандай, қалпағы бар деп нағылып. Содан жаңағы визаларын бәрін беріп, ол кезде, ол, міне біз автобусын барамыз деп тағы айтамыз міне. Визасын алдық, оны кейін мына Сириядан виза алу керек. Оны алдық, Ираннан виза алу керек. Өтерде Расул деген ешсі болған, 92 жылдырағын. И Түркия олар сразу берді. Автобуспен 49 адам шығамыз ғой. Қазақстанды өттік. Қазір ауызашар уақыт болып қапты, сіздің азаныңызды тыңдайық. Кәне.
Это посох, который Лекке подарил мне. Да? По мусульманским ритуалам именно вот. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü la ilahe illallah, eşhedü la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Resulullah. Hayran selam, hayran selam, hayran selam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Helal. Все. Неке Амантай қажы биылғы Рамазан айындағы қадір түнінде бір Алланың бір керемет сыйы болып тұр. Қадір түнінде тікелей эфир басталып кетті. Ауызашар уақыт келді, шам уақыты. Алла сізге нәсіп қылыпты, осы жастар телеарнасында азан шақыруды. Осы 30 күн бойында біз сіздің осы ауызашар уақытында азан шақырып, бата беріп, көпшілікке дұға тілек беріп келе жатқаныңыз күнделікті беріп отырмыз. Бүгінгі күні тағы сәйкес келіп қалды. Енді жаңағы дұға жасасаңыз ауызашарда, сосын кейін аузымызды ашсақ құрмамен сумен. Rahmet eder. Kanamin. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillah alemin. Ve salatu ve selamu Resulina Muhammedin ala ashabin ajmain. Sadakallahu azim. Subhanallah. Velhamdülillah. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Rabbena vattına feddüne ve akımna gazaba nar. Subhana zati ama yusufun. Ve selamun alel mursalin. Amin. Allahu ekber. Ve Kudayım Allah Teala verin vatanına kabul et. Ve kazakım, halkım, yerim, yerim, Kazakistan'ım, din İslam'da kuvvet verip, yerimizge, ana tilimizge, imanımız kurban nasip etip, halkım, onu Kazaki, mıhtı, medeniyeti büyük, hayratı kuvveti zor, hayrımdı, mehribandı, imadı, memleket bolğan nasip etsin. Мәңгі бақи халқым 50 миллион боп, 100 миллион боп, мәңгі бақи жасай берсін. Жастарымыздың бақыт тілеймін айналы. Әр қазақтың қызы ана болсын, шаңырақ көтерсін, бала сүйсін. Жігіттеріміз әке ата болсын. Бүкіл ақсақалдарымыз, көп аналарымыз аман болып, мәңгі бақи еліміз көркейіп, ұлы мемлекеттен тағы да айтамыз, иманды болып, мәңгі бақи жасай берсін. Рахмет, бәрі аман болыңдар Аллах, бірге болсын. Ал енді аузыңызды ашыңыз, біздің телеарнадан қазір эфирден кейін дастархан дайын тұр, барып дастарханнан ауыз тиесіз, дәмін ауыз тиесіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Қандай керемет. Азаннан кешке шейін шыдап, ауыз ашатын уақытты күтіп, азан шақырылып, дұға жасап, Қара халқымда қараңыздар. чай ішіп, енді чайға қазір не болмас? Ауызашар деген
сондай рахат болады. Мен 35 жыл жаңа ораза ұстап жүрмін ғой намаздан. Мына рахат деген, мына тарауық деген рахат. Меккеде мен тарауық намаздарда болғам, жер баракатта. Мына қараңыз, дененің барлығы, міне Виктор, денедегі пырқ етіп тер шыққанда сонда мына адам көп ауырдан жазылады екен. Мына термен кетеді екен да, міне халқым. Солай. Ал енді өзіңіздің Меккеде қадір түнін қалай қарсы алдыңыз? Міне айналайын, міне 2003 жылы Алланың бұйрығымен, бұл енді 7-ші рет па, 8-ші рет барған маған ұмытып қалды мен. 92 жылдан бастадық қой. 92 бір бардық, 93 бардық, 94 бардық енді. Кейінен 97 жаңа. Сонда Рамазан айында бұны есімде маусым айы. 70 градус ыстық. Қабадан, өзің көрдің ғой, қабадан біз 300 метр біздің мейманханамыз бар. Алла берген оны. Құдай берген. Біреулер оны, менің оларды танымайым. Сояқтағы мұсылмандар аян алып, бұны бірінші рет айтып отырмын. Олар аян алып, осындай қазақ келеді, а мен түс көріп барып жүрмді. Соған жаңа мейманхана, патшалардың құрметімен енді оны айттық қой. Алтын шапан. Алтын шапан емес, алтын қылыш жаратқан. Алтын емес, қара шапан, патшалардың шапан екен. И жаңағы қажылыққа кезде жаңа тегін жатаққана, мейманхана олардың берді сонда. Да, солар берген тегін тек жатаққана, екі табақ береді. Қажылық кезінде ол мені жекеменшік емес. Одан кейін қанша мұсылмандар, қазақтар бар, ұйғырлар бар. Қазақша нағылып тұрдық қой. Енді бұл да керемет қой. Енді сол Меккенің өзінде сізге алтын шапан, алтын зерленген патшаның шапанын, алтын қылыш беріпті. Алтын жаратқан қылыш, жұлдыз. Алтын шапан десе мен деймін. Алтын шапан, қара шапан, патшаның шапаны. Енді алтын шапан алады екенсіз, алтын шапан деп айтып отырмын. Мүмкін. Енді сіздің мынау бір керемет, не бір таңғажайыптарыңыз бар. Енді елдің бәрін таңғалдырып жүрсіз, араб болсын, қазақ болсын, қайда барсаңыз да бір таңғажайып. Енді жақын арада біздің операторлар сіздің жаңа құстардың ұшып бара жатқан үйіңізге келіп. Ол да бір таңғажайып қой енді. Ол Алланың бұйрығы, бұны ашық айту керек. Оны Ратбек қажы құрметті мұфти қазір көрсетеміз ғой. Бұны ашық айт деді. Бұны мен бұрыннан білем деді. Маған 3-4 жыл бұрын құстар, дауысыма құстар шығып келеді. Мен көшеде жүрсем, осы құстар енді 10-15 жыл бұрын 40 ит артынан жүрді ғой. 10 жылдай оны бүкіл халық оны КТК-да көрсетті. Иттер жаңа нағанда жүгіріп тұрады. Мен қалай деп сөйтсе бұл пайғамбарларға берген қасиет екен, көрсетілмесін. Менің дауысыма, міне енді қазір көрсетіп тұр ғой. Ха десем айқаласам, құстар прям үйге, терезеге бірінші рет тұрам. 49 жыл. Ол орысша айтқанда полуподвальный квартира. Ол бұрын неге наған қойды? Менің үйімнің полы, көшенің полымен бір. Балкон аламын жоқ. Енді оған да шүкір деп тұрмыз ғой. 49 жыл тұрып жатырмыз. Сол құстар шығып келеді. Бұл қалай болды деп, 1 жыл тұрам, 2 жыл тұрам. Өне көшіп келеді. Есілге барсам айттық қой неге. Ана құстар, ей Аллаху акбар. Есілдің Астанада кем тағылады. Шымкентке барсам, тау ұшып келеді. Шардараға барсам, құстар. Мына біздің қасымызда Наурызбай батыр 120 метр квартира бес тұрам қой. Төменде бір 30-40 метр баяғы пионер паркі бар. Мен сөрге келем, жүрем ғой бір отырсам, жаңа біздің үйде құстар кеп, қасымда жүреді, бәрі жаңалар көреді. Сондай болды, міне, көз түймесін. Мен оған тасымайым айналайын. Менің анам марқұм, көзіме жас алам, Құлсымас, үлкен әулие көріп біледі, біз о кезде білемейміз ғой. Аты Құлсымас 7 туған. Мен 7 жылым, балам тасыма, сен дүниеде шығасың, көресің дейтін еді. Соны апам айтқаны келді. Оны неге айтып отырмын? Сол апамда, әкемде де болған қасиеттер, көріп келдік әулиелік. Оны бүкіл әулиелі біледі. Менің бір жағынан бабам Тұрсұхан, хан жағынан. Бір жағынан менің мына Совет елі келгенде кедейлердің мемлекеті болды. Менің әкем Шардарада бірінші ауыл совет құрған адам. Соғысқа кетіп, 3 жылдай соғысып, біз 1 жасымызда қалғанбыз. Кейін 7 жылдан кейін топырағын таптық қой, міне Мәлік көкем марқұм иманды болғыр.
akademik zor. Benim 4 ağam oldu, onlardan bir köp narsa söyledim. Amadur ağam aynalayın imandı bolgur 17 yıl elde zavr oynap olgan. Mına agartı agartı kızmetin üzdügü degen nesi var. Andakıl degen ağam Streiter, ordeni var. Nasıl Streiter? Mına Aynakul degen ağamız dünyada belgili var, doktor et. Yemen'e varıp kafa duruppa solardan köp nelerin ağırların жазып közün prezidentin жауып Abdullah Sattaktı. Fatık degen prezident. Ол Moskvaga Brejnev'e telegram berip, Brejnev tapsırıp Целый правдаға шығып, Москваның правдасы. Оған кино шығып, телефильм болып, иманды болып өліп кетті. Біз қазір өзі 50 асылбектер бар. Менің өзім 12 немерем бар. Құдайға шүкір. Солай жұлдыздар жаңа айтып жатқаным бұл қаяқты шықты. Менің ағаларым қайда? Бүкіл елдің өздерінің үлкен орысша айтады лидері. Оқуда да, жұмыста да. Бұл тұқымда бар екен де солай. Сондай бір ерекше қасиет бар ғой сізде. Да. Ал енді мынау Меккеде жүргенде, Мина тауында, шатырларда жатқанда, сіздің таң атқанша Аллаху акбар деп айқайлағанда, ұран салған енді. Таң атқанша ұрандап тұр, 3-4 сағат ұрандадыңыз. Қалай шаршамадыңыз? Сонда мына дұрыс айтып отырсың. Оны Арапаттағы Минаны Аль-Жазира деген дүниеде белгілі 4 миллиард көрімшілер бар екен. Ең дүниедегі зор телеканал. Мына НТВ бар, BBC бар ғой мысалы үшін. Мына НТВ-ні бір 50 миллиондай адамдар көреді. Соның олар түсіріп, сонда мен ана Арапат тауға көтерілгенде бір қуаттанам. Ана Жабал Нұрға көтерілгенде жұрттар 2 сағатта бір қуаттанып, дауысы осы біресе итеріп тұрады. Сонда жаңа бір терлеп нағылам ғой, бір рахаттанам. Мен ана біреулер шаш айтты өдім, мен қайта қуаттанам. Мен содан үйренгем жаңа 30 метр ағашқа секіруді. Нұртауынан шығып жаттыққан екенсіз ғой? Талай рет, дұрыс айтасың. Нұртауынан 3 сағат, кем дегенде 5 сағатта шығады ғой? Мен жарты сағатта шығам, мына Бибігүл қызым көрді ғой. Жарты сағатта, таңғызынан? Мына менің мастер спорты чемпион Қазақстанның 3 рет Бақытжан Андақұлы жаңа ағамның баласы соны шығады. Ол менің қалып қалды. Тағы да бұяқа анау нелер шапанымен кірем қой, орақтар шапаныңыз бер деп, шапаным талай беріп кеткен бар, қызық болсын. Мына Түркияның журналистері, Европаның журналистері, оны кейін Меккеде мен талай европалықтар көрдім. Австралиядан келеді, неше бір, Америкадан келеді, француздар, ағылшындар, испандар, италиядар, оның менің де хроникасы бар. Сонда олар ассаламу алейкум, Қажы Амантай деп таниды, ана телевизорда көрді. Ал енді Парижге барғанда 2007 жылы. Ол үлкен әңгіме, Олжас ағамыз кеше туған күні болды ғой. Ол арнайы бір бет берді. Мен туралы. Онда Хрущев бар, Брежнев бар, Горбачев бар, Қонаев бар, Назарбай бар. Мен туралы сол Меккеге жіберген Парижде, Берлинде болған оқиғаларды. Француздардың мұсылмандары тамақ ішкенде кеп мен таниды. Италияда тамақ ішкенде кеп тәрендіреді. Олжас таниды маған. Мен, ой, мұсылман, бұл сұлтан, Қазақстан деп айтады. Сөйтсем, ана Аль-Жазира бүкіл Европаға барып көрсетеді екен. Солай айналайын. Ал енді мынау Мұздалифа тауында, пайғамбардың үстіне келген жер ғой. Иә. Сонда сіз 4 сағат, 5 сағат, таңғы 5-ке дейін сіз елдер демалып ұйықтап жатыр, сіз 5-ке шейін ұрандап тұрдыңыз. Бір уақытта қарасақ, бір топ арабтар, не бір жаңа ұлттар жинап алыпсыз жаныңызда. Жұлдыз айналайын. Сен бұны көргенімді айттым. Мен көзбен көргенде айттым. Сен мені мақтама, мақталы. Мен көрдім ғой сол жерде. Мен оны сонда біресе итеріп, осы мен рахаттанып. Жаңағына кімге французға bonjour monsieur, испанға исправить все, buenos días. Жаңа остановиться деп айтып қой, ана немістерге шпрехзидойш не хвоштейн, олар деп, ана итальяндарға бөлек айтып қой олар. Соны олар бір күле, соны мен де қызық көріп, мені Алла қолдап тұр одан сайын. Өте жақсы. Енді қазір қадір түніне құрметті көрермендер тікелей эфир өтіп жатыр. Біз қазіргі сәтте біраздан кейін Амантай қажымен тағы да осы тікелей эфирде жолығамыз. Қазір кезекті біздің сюжетімізге берсек.